Сәлем достар, бүгінгі түс шору шығарылымда түсіңізде сақина нені білдіреді? Түсте жүзік көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма подписаться жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсінде сақина немесе жүзік болса, ол үлкен ескертуді білдіреді. Түсіңізде қолыңызға сақина тағатын болсаңыз, алда бастайтын істеріңіз сәтті жүреді. Сынған жүзік отбасыңыздағы ұрыс пен ғашықтардың айырылысуын білдіреді. Қыз бала түсінде жүзікке ие болса, оның сүйіктісіне қатысты уайымы артта қалады. Себебі жігіт бүгінгі күннен бастап бүгіні мен ертеңін тек ғашығына арнайды. Басқалардың жүзік таққанын көру сіздің жағдайыңыздың артып, жаңа таныстарға ие болатыныңызды көрсетеді. Түсіңізде жүзіктің пайда болуы іс-шаралардың шеңберін, шешілмеген мәселелерді, бауырмалдылықты, уәдені және адалдықты білдіреді. Сүйікті адамыңыздың қолына жүзік тақсаңыз, сіздің сезіміңіз бен уәделеріңізге берік екеніңізді пайымдайды. Түсіндегі таныс немесе адам қолындағы жеке жүзігін тақса, бұрыннан мазалап жүрген күрделі жағдайды шешу үшін күтпеген көмектің келетінін білдіреді. Өзіңізге шақ сақина таңдап алсаңыз, шынайы өмірде ешкімге де ғашық емессіз. Қолыңыздағы сақина түсіп қалған болса, сақина белгі. Шынайы өмірде сізді берген сертіңізді бұзғаныңыз үшін сынақтар күтіп тұр. Достар, осыменен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма подписаться жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.